Инстаграмға тікелей эфирге қосылдық. Эффект жоқ десең. Оны стадиямыз. Иә. Болмай қалды ғой қазір. Кеттік. 3-888-155. Оян! Таңғы шоуды қос. Көңіліңді көтер. Жұлдыз FM-де таңғы шоу. Сонымен достар, қонағымыз келді, ортамыз толды. Бүгін бізде қонақта Әйгерім Мамырова, біздің сүйікті әншіміз. қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош көрдік, рахмет. Қал жағдайыңыз қалай? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Қалай жеттіңіз? Ойдағыдай. Пробка. Әдеттегідей ма? Иә, сәл кешіктім негізі. Ровно 9-да келетін негізі. Мен пунктуально едім да. Бізде былай қарап қоямыз, айтыр, көрінбейді, содан 2 минут қалған кезде. Бір ғана галочка тұр, ой бұл. Ақбибі деген шошып. Уайымдап кәдімгідей. Иә. Әйгерім, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Енді Әйгерімді шақырған кезде біз деген кеше мен Инстаграмда ақтарып отырып қарасам, мамырда шақырады екенбіз, сәуір айында шақырады екенбіз, сосын наурыздың аяғына таман шақырады екенбіз. Енді бұл жол сәуірде шақырып отырмыз. Көктем шақырады болды. Иә. Осы Мен шақырамын. шын мәсе бірінші шақырғаннан бері сондай екен. Енді негізі туған күнімізде шақырдық ол кісінің несіне байланысты келе алмады. Айтпақшы, туған күніне келмеңіз. Енді айтып тұр ғой аты өзі. Туған күнім болып қалды ғой қайтем. Жақсы. Әйгерім, енді туған күн деп қалдық қой. Өткен туған күніңізбен ақпан айында болды, иә? Туған күніңіз. Биылғы туған күнді қалай қарсы алдыңыз? Жақсы, шүкір, аяқ астынан ойдағыдай. 2015-те салют атып, достар бір сюрприз жасаған екен, ондай болмады ма биыл? 2015-те? Мә, өзім сіз айтпасаңыз менің есімде жоқ екен. Жоқ, ондай болған жоқ. Биыл тыныш, салиқалы өзіміз. Салиқалы. Серьезный. Жақсы, бізге де сол бұйырса екен. Енді Әйгерім қолын алып қалу керек, бізге де салиқалық шықсын енді кішкене. Әйтпесе болмай кетті, 4 жыл қатардан эфирдеміз. Сонымен Әйгерім, бүгін енді халықаралық би күні. Соған байланысты енді бишілерді шақырады ғой, кейбір арна, радиолар мысалға. Сізді шақырып отырмыз, жақсы билейтін шығар деп. Қалайсыз жалпы биге? Эфирлерден көріп жүрген шығарсыздар. Мен биге жоқ адам, басқа. Жалпы сондай тақырып алып отырмыз енді, таныстарыңыздың ішіндегі кімнің биі өте ерекше деп. Өнер саласындағы бір 3 адамның биін айтсаңыз, сосын достарыңыздың арасындағы 3 адамның биін айтсаңыз. Кімнің биі ерекше сізге? Қалай, ерекше болғанда? Әдем ма? Өзіңізге ұнайтын, немесе Би болса да болады. Мысалы, жанның би ерекше жаны. Мен жатып билеймін, отырып билеймін. Не деген? Өнердің бәрі сізде ма сонда? Харизма деген жетеді ол кісіге. Мықты. Білмеймін, дәл қазір есіме түспей отыр, енді билейді ғой қасымыздағы. Мен де көбіне қасымдағы андай шошаңдап билейтін адам жоқ. Қасымызда Бауыржан Бекбаев, Исари Мұсаев, сол кісілер жүреді, мысалы сол екеуін биі қалай енді. Әбдіжаппар Әлқожа, Серьезно береді ғой. Әбдіжаппардың биінен сірә білесіздер өздері. Мен айтпай-ақта. Серьезно берем, Бауыржан мен Иса. Бауыржан мен Иса енді өздері ер адамды мен көрсетамын енді оны. Ер адамдар қалай береді, солай обычный би ғой. Қатты ерекшелік жоқ деп айта алмаймын. Өздеріне сай, мінездеріне сай. СТВ арнасында Жұлдыз FM радиосының тікелей эфиріндеміз, жұлдыз.фм парақшасында, Инстаграмда мүмкін көрсетіп жібересіз қалай билейтінін. Ойбай. Жоқ. Өзі келсінші, одан да дейсіз ғой. Жоқ, өздерін шақырып, өздерін билетіңіздер. Одан да. Кезінде енді колледжде оқып жүрген кезде денсаулығыңызға байланысты көп қалған екенсіз. Қазір қалай денсаулығыңыз? Көп ауырасыз ба? Коронавирусқа байланысты. Коронавирус енді елмен бірге, жұртпен бірге көріп жатырмыз ғой. Дәм сезбей, иіс сезбей, әйтеуір. Сондай болды ма не? О, бірінші волнасында болды, ондай дәм сезбей, иіс сезбей, бірақ температура ештеңе болған жоқ. Әйтеуір тура 17 наурызда келген екенсіз бізге былтыр. 1 жыл болыпты, иә. 1 жыл мінекей ортаға салып келіп отырса, енді Әйгерім алдағы уақытта қонаққа де сұраймыз міндетті түрде сізден енді. Жанды дауыста мен деп айта алатын өнер иелерінің бірісіз ғой. Иә, ән тыңдайық, дей салдым ай деп аталатын сіздің орындауыңыздағы, сосын жалғастырайық, кеттік. Келесі қандай ән тыңдаймыз? Саңғандан тыңдаймыз, әлде жаңалар тыңдаймыз. Нұрғазы, Әйгерімнің қандай әндері бар, бізге көрсетіп жібересің ба? Ай, Камшат Жолыбаева айуан билейді ғой, мойындау керек дейді. Так, сағынғанда,
Қосылмаған ғашықтар, папа, жылатқаның ба? Хат жазшы маған, қазақ қызы, махаббат мұны. Сағынғанда кете берсін. Сағынғанда? Енді кішкене не ғой? Сағынғанда. Өзің бардан тыңдаймыз ба? Ретбаевпен. Сен ба? Өзің барда Ретбаев. Не қақойса? Сосын нөмір тұр ғой, егер хабарласам десеңіз. Айдан Әлімғазы, қалайсыз? Ораза қабыл болсын ағайын дейді. Қайырлы таң баршаңызға. Қайырлы күн баршаңызға дейді. Әйгерім қарындасымыздың ән айтатын стилін өзгертудің қажеті жоқ дейді. Қатты билеп кетуді айтамын дейді. Бәрі осы қалпында керемет дейді. Өзім болмысыма жарасатын сияқты өзім. Секіріп билейтін бегеге келмеймін ау. Жаңа Инстаграмда көрдім ғой. Өзім бір жақта қалатын сияқты. Бүйтіп қоясың. Мен бейіл деп қоясың ғой. Мен құттықтауымды айтып жіберсінші дейді. Достар, біз құттықтай алмаймыз, ренжімеңіздер. Гитара, домбыра? Мен таптамын. Да? Қош келдіңіз, Әйгерім сұлу дейді. На, рубашка прям ашып тұрсың. Да? Прям күшті болып тұр. Айдана сәлем дейді, қайырлы таң дейді. Аманек. Ай, бойдағыным бар еді, Әйгерім тамаша келін болатын сияқты дейді. Бір гитарist жігіт бар еді қасыңызда. Бар еді ғой сол. Есімі кім еді? Ақсұңқар ма? Алдын мен Ақсұңқармен келген. Одан кейін Бауыржан деген ініммен келдім тоже. Жаным күліксінай дейді. Күлсеңіз смайликке ұқсайсыз. Бүйтіп қалғансыз. Көз қайда көз дей ма? Мен суретке түскен кезде бүйтсем ғой. Көзді ашып кішкене. Әйгерім болашақта қандай конкурсқа болмаса жобаға қатысу жоспарда бар екен дейді. Қазақстандық па? Ешқандай. Білмеймін, бұл кісі қажет етпейтін дүние сияқты ол. Шынберген ағамен әлі жұмыс істеп жатсыз ба сіз? Шынберген аға қазір уақытша демалыста ғой. Бірақ әндерін алып тұрап. Неге телефон алмайсыздар дейді. Хабарласыңыз. Қазір бос қой. 19 секундтан эфир. Атырауға келсе екен Әйгерім Қарабаттанға дедім ай дейді. Атырауға алдында бардым ғой. Ал кеттік. О, Әйгерім, қош келдіңіз дейді. Жаңғада бір тілегі бар еді ағамыздың Әйгерімге арналған, қазір мен тауып алайын. Ассалаумағалейкум, Жұлдыз FM дейді. Әйгерім қарындасымыздың ән айтатын стилін өзгертудің қажеті жоқ дейді. Қатты билеп кетуді айтамын дейді. Бәрі осы қалпында керемет дейді Әйгерім сізге. Билеме деп тұр ғой ұшыма. Иә. Сен билесең құртасың. Жақсы. Әйгерім, енді 2017 жылы негативті енді жазылған хаттарды жүрегіме алып қалам деп сұхбат берген екенсіз. Қазір қалай өзгерді ма? Қазір де алып қаласыз ба әлде жүрекке қатты? Жоқ, қазір үйрендік қой. Ол енді ол кезде білмейсің ғой көп нәрсені. Жаспыз ғой деп қойсаңызшы. Жаспыз ғой. Жас болдық, бала болдық деп. Даусың әдемісін ай, бір демалып қаласың ғой даусынан дейді Мадина Дойсимова жолдаған екен бұл хатты. Енді Әйгерім ханым, дәл қазіргі таңда өзіңізде болып жатқан жаңалықтармен бөлісе кетсеңіз, мысалы қандай әндер жазылып жатыр, не болмаса бейнебаян демекші. Жақында ғана әнім шықты, қазір бұйыртса тыңдайтын боламыз. Кештім сені деп аталады, бейнебаян қатар шықты почти. Қазір енді тағы да әндер жазылып жатыр, бейнебаян түсіріп қойды. Ол әнді енді бұйыртса мамыр айында жоспарлап отырсыз. Жоспарлап отырмын. Исағали Мұсаевпен бір дуэт болайын деп отыр ма деген сияқты. Оны қайда біліп қалдыңыз? Связдар жақсы да бұл қыздың. Антендар жақсы да. Инстаграмыңыздан көрдік қой, өзіңіз кеше салдыңыз ғой. Эфирден көрген шығарсың, Инстаграмға ештеңе салған жоқпын. Инстаграмға сіз салдыңыз. Қыздар, мен шыға берейін бе? Өзі екеуің. Салдым. Бір нәрсе қыласыңдар ау деймін. Пост етіп, Иса екеуіңіз бір студияда жүр екенсіздер ғой, соны айтып отырмын. Жоқ, андай, иә, негізі не ғой, Иса екеуміз енді
бір студияда ән жазамыз ғой. Ол да сол студияда ән айтып жатыр. Мен де жоқ, жалпы білетін сияқтысыз бір нәрсе деймін ба. Иә, Исамен дуэт жазып жатырмыз. Бұйыртса Алла қаласа. Оған бейнебаян түсіріп, бірге бейнебаянмен бірге көрерменге жол тартса деген. Қазір көп әріптесіңіз айтады, енді карантин кезінде бейнебаян түсіру енді меніңше керек емес секілді, босқа шығын, шетелдегідей ақталмайды ол дүниеміз деп жатады. Неге? Мысалы, Алуа Қонарова сөйтіп айтты. Білмеймін. Меніңше енді қолдан келіп жатса, артық емес сияқты. Қолыңдан келіп тұрса, возможность болып тұрса, орысшаңыз жақсы екен. 2018 жылы Египетке барып келіп, бір демалған суретіңізді салып, Египеттен алған әсеріңізді бөліскен екенсіз. Соңғы рет қашан болды? Сол 2018-ден кейін болмадыңыз ба Египетте? 2020 жыл болды. Болдыңыз ба? Сол 2018 былай жазған екенсіз, енді жаңағы все включено деп тұрады ғой. Сода беретін тамақтарды онша емес, вермичель мен макарон екен деп. Содан өзгеріп пекен, биыл 3 жылдан кейін 2020-да болдым дедіңіз. Жоқ, мен сол кезде дұрыс отель таңдамаппын. Негізі сол демалысқа баратын болсаңыздар, кішкене ол жақта енді Дубайдағыдай емес екен да. Қалай, мысалы, біз дайындалдық, Египетке барайын деп отырмыз. Нені ескеруіміз керек? Бірінші дұрыс отель таңдау керек. Одан кейін баратын не ғой? Турларды дұрыстап таңдау керек. Біздер мысалы соңғы барғаны маған қатты ұнады Египет. Соңғы 2020-да барғанда мүлдем басқаша әсер алдым, мүлдем басқаша боймен қайтып келдім мысалы. Неге қайтадан Египетті таңдадыңыз? Неге басқа қалаға бару ойда болмады? Жай әшін бір рет келуге болады екен деп. Карантинге байланысты сол қаланы таңдай салдыңыз ба енді? Жоқ, ол кезде карантин болмаған. Ол кезде барлығы ашық болды. Мен алдыңғы жылы осындай туған күнімге барғаны. Гастрольдік сапардан келдім де бірден демалысқа Египетке ұшып кеттім. Сол кезде жақсы демалып қайттым. Енді Әйгерім, қазір енді ән тыңдайтын уақыт деген, сіздің төлік құжатыңызға айналған әннің бірі сағынғанда деп аталатын. Сосын үзілістен кейін ары қарай жалғастырсақ, иә. Достар, жұлдыз.фм Instagram парақшасына тікелей эфирдеміз. Әйгерім Мамыроваға қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар. Үзілістен кейін эфирге қайтып ораламыз. YouTube'дан көргем арабша ән айтқан сол әнді орындап берсе дейді. Келген сайын сұрайды ғой. Инана, ишқитайра деген. Кім қақты мына жерде? Наргиз. Наргиз қыздың атын. Кешкі шоуда. Таңғы шоуда жүрді ғой ол. Кейде ауысып былай, таңғы шоу кешкі деп атады было. Сол қыз әйтеуір түсіріп алған, помни? Жақсы, қазір Ернест мырза, қазір оқимын. Қайырлы таң баршаңызға. Жанды дауыстағы ең жақсы ән айтатын қыз ғой, әнші қыз дейді Жонибек. Рахмет. Әйгерім Мамырова ғой қонақта бүгін бізде. Тыңдармандардың бәрі бейші дейді. Міңгірлеп отқанға ренжімеңіздер достар, мен аллергиям осындай көктем келсе. Былтырда сөйтіп келгенсіз. Аллергиям қызады кішкене. Көкшетауда жоғалып кеттіңіздер ғой дейді. Иә, Көкшетауда өкінішке орай техникалық ақауларға байланысты енді әзірге жоқ біздің радио. Көкшетауда Жезқазғанда, сосын Талдықорғанда. Түркше авторлық ән айту ойда бар ма дейді. Авторлық ән айту? Түріктерден ән алып па? Или қазақша әнді түркшеге аударып айтуға болады? Бірақ қандай одан деген сұрақ. Анласана. Айтпақшы, Анласана сіз бірінші айттыңыз емес па, иә? Анласана ма, иә? Ең бірінші неге салғам? Кавер вариант. Соны сіз неге айтпады деп өткенде біреу сұраған. Кім айтып жүр ғой? Мұхтар Ханзада. Сол аударып айтып жүр. Иә. Ең бірінші мен неге салғам? Пост қылып салғам. Бар төмен жақта мен неме отырам. Кеше ақтарды қобида төменге қарай түсіп. Бәсе, біраз түскен жоқ. Иә, біраз түстім ғой. Ақтар бар. Қашан болады екен күтіп жүрміз дейді. Енді Көкшетауда енді әзірге болмайды енді. Сол мен жоспарлап отқам ғой, Египетке барсам ба деп. Сон кеше пост оқыдым да, соны ойлап қойым. Альбатрос и Джаз Мирабель деген екі отель самый. Жақсы ма екен? Лексустан кейінгі премиум класста. Ояқта пятизвездочный, біздің пятизвездочный деген пятерка деп айтады, бірақ
тамақтары Нетсе, ма? мен пятерка деген қайдан білейін, а оларда лакшери премиум болып бөлінеді екен. Сосын барып пятерка, сосын барып четверка. Менде анау естігем, достарымыз айтқан, ол жерде мысалға 4 дегеннің өзі вообще 2 болуы мүмкін дейді да. Сондықтан нормальный біреуін таңда деп. 4 плюс дегендерге жоламай қойыңыз дейді. Әйгерім лакшери деп айтты ғой жаңа. Лухари деген жоқ. Біз лухари деп прикол ұстаймыз да. Әйгерім қай жылғы болады екен? Әйгерімге сәлем жолдаңызшы подписчиктерінен дейді. Жаңа звондап жатырмын деген тыңдарман әзір жоқсыз ғой. Біз сөйлеп отқан кезде хабарлассаңыз біз өкінішке орай тұтқаны көтере алмаймыз. Региондарда жарнама кетеді да осы уақытта. Қазір күте тұрайық. Бір ән сұрайық қазір. Жаңағы әндерді скачет еттің бақ дейгі? Бір ән жүрді. Бір ән, иә? Гитара тартсам екен, нақса. Мади, сен гитара тартпайсың ба? Нұрғазы, Саида мұзда бір ән жатыр Әйгерімнің. Айтып қойдың ба? Келесі кетеді ғой. Жоқ, предпоследний жіберсей? Жоқ, қазір реклама ашып қаласың. Да? Хорошо. Рахмет. Ақтөбеден жалынды сәлем дейді. Сәлем. Ақтөбеденсіз бе, Атырау или? Ақтөбе. Ақтөбеден. Өзінен? Қандағаш деген. Қандағаш. Әкеші мән сонда тұрады. Ақбекбасы шақырып тұрсашы. Ақтөбеге ма? Келдің бе кезі? Я, ложысы. Неге? Ақтөбенің өзіне ма? Я. Өзіне. Ема, Қайсар дейді. Қаймановой сәлем айтыңдаршы дейді. Халық болып күтіп отырмыз Әйгерімнің ән айтқанын дейді. Қандай ән айтайын? Кез келген. Вот саған оған сұраймын. Мистер Би деп. Қандай? Қандағаштың бандиткасы ғой дейді. Бұла мен мектеп кезінде танайтын. Неға блокқа қоя салсын ба дейді. Бүгін Ақтөбеде күн шықты ғой, күшті болып тұр ауа райы дейді. Шымкенттен жалынды сәлем болсын дейді. Енді қазір күте тұрайық, Әйгерімнен бір 2-3 ән сұратамыз қазір алдағы уақытта. Әйгерім өте тамаша әнші, сізге шығармашылық табыс тілеймін дейді. Әсел Тасым парақшасының иесі. Соңғы анау қазақша киіммен түскен суретіңіз сол клиптан ба? Клип бар ма қазір? Қазір бар. Давайте скачать етіп сал жүрейік. Жоқ, сабой жоқ. Сабой жоқ па? Ақбибіге жібере саласыз ба? Ол неде? Жас кезісті. Қазір жоқ па? Сабой жоқ. Бір келген кезде мамырда дедіңіз ба? Мамырда, сол неге жіберем каналға сол кезде. Құдай қаласа, иә. Кешкі эфирге шақырып алайық. Эфир? Жұлдыз FM-де. Енді бәрі карантинде футблогер, біреу вайнер, біреу психолог болып кетті деп пост салған екенсіз. Карантинде сіз кім болдыңыз? Ешкім. Өзім болдым. Қанша болдым деймін. Тойханаға арттан кірген жоқсыз ба? Кірдім. Бүкіл тойхананың кухнясын білем мен. Жақсы, Әйгерім қай жылғылармен оқыды екен, егер құпия болмаса дейді. 94-95-термен өзімнің қатарларым. Әйгерім сізге жалпы қаншалықты жаман пікірлер жазылады екен дейді Ақтөре. Енді жаман пікір көбіне жаңағыдай ғой. Бұрын соңды осыдан қанша уақыт бұрын осы карантиннен алдын мен өздеріңіз білесіздер кішкене салмағым болды. Соған үлкен көрінесіз, өз жасыңыздан мықты кәрі көрінесіз деген сияқты әңгіме айтатын. Жас кезімде кәрі болғам да. Шынында да Әйгерім соны байқадың ба? Жас кезіндегі фотоларын көрсең біртүрлі. Ұяламын ғой кәдімгідей. Мен де жаман ұяламын.
жас кезімізде кәрі болғанбыз. Шынымен баяғы кезде қарап тұрсаңыз, мықты андай өзіңді. Ретриканың өзі көмектеспеген ғой Соны кезінде. айтамын, сол кезде қалай сонда өзімді жақсы көрген. Жоқ, шынында да мен кешеде сол пікірлерді оқып қарадым, өте қатты арықтап кетті деген Иә. пікірлер өте көп. Салмақты қатты тастадым сол кезде. Не болды, спортпен айналыстың ба, әлде Хербалайфты кірдің ба? Жоқ, ешқайда да кірген жоқпын. Алдыңғы жыл осындай уақытта карантин болды. Карантинге дейін менде шынымен 65 келі болғанмын. 65 килограммдан 56-ға түстім ғой, салмақ тастадым. 10 килограммдай тастадым. Диета ұстадыңыз ба сонда әлде қалай? Правильное питание дейді ғой. Дұрыс тамақтану. Нені тыйдыңыз? Иә. Көбіне жаңағы нанды, көп су іштім, бұрын соңды су ішпейтін мүлдем. Қазіргі таңда тек су ішем, көбіне күніне жоқ дегенде 2 литр су ішіп қоямын. Сенімді адамды көргім келсе, айнаға қара деп ойба, 3-4 пост салған екенсіз ғой. Жалпы Қиын қашан? кездерет дейді. Кішкене сол кезде қиындау кезең болды. Неге? Сенген адамдарым лақтап кетер дегендей. Ой, Жоқ, енді ондай көп болады ғой. 2-3 рет лақтырған сияқты ғой соған қарағанда сіз. Аузы күйген үрлеп ішеді деген маған келмейді екен. Мысалға, Үрлемей ішіп жүрмін десең. жоқ, мысалға өткенде ғана жақында бір танымал әншімен сөйлескен кезде ол кісі де айтты, бейнебаянға толық ақшасын төлеп қойып едім. Өкінішке орай лақтырып кетті дейді. Бейнебаяннан құрсын. Неше рет ауыз күйді уже. Менде де ондай болды. Я бейнебаян жоқ, я ақша жоқ. Қаянге бейнебаян түсіргің келіп едің? Бауыржан Айтбаев екеуміздің өзің барда деген әнімізге бейнебаян түсіріп бастадық. Онымен бір күні погода дұрыс емес деді, бір күні анау жоқ свет керек деді, екінші күні тағы бір нәрсе дұрыс емес деді. Сонымен ұшым жаңағыдай ұқит деп ұшым күнді жылжыта берді. Ақшасының 50%-ын беріп қойғанбыз сол кезде. 300 мыңдай ма? Соның 200 мың әлі берілген жоқ, сондай қалды. Ол бала жүр, бар осында, режиссер бала. Тағы да клиптер түсіріп жатыр екен, бірақ мен сол күйге не істеген жоқпын, қудалаған жоқпын артынан. Өзіңіздің қалтаңыздан шыққан ақша ма еді, әлде Бауыржан екеуіңіз ба? Кәдімгі ақшамыз ғой қалтамыздан шыққан. Әйгерім өнеріңе сәттілік тілеймін дейді. Сол себепті. Бірақ енді Ақбибінің жігітіне деген махаббатын айта алмаймын дейді. Ертегі қой прям дейді. Ассалаумағалейкум, Ақжол жігіттеріне. Ақжол жігіттеріне сәлем айтып жіберсеңіздер дейді. Осындай қызға қалай жаман пікір жазады екен дейді. Мен өзім жақсы көрем ғой осы қыз дейді. Мадина Досимова. Жанды дауысты ән айтса болады ма дейді. Бір ән айтайық енді. Қандай ән айтайық? Ойланып аламыз ба? Білмеймін. Бір ойланып алайық, үзіліс жасап, иә. Қазір енді тұсаукесер екен, кештім сені деп аталатын су жаңа ән. Қазір тыңдайық. Ән осы тыңдап алғаннан кейін ән туралы әңгімені өрбітуге ары қарай жалғастырайық. Ендеше достар, дәл қазір таңғы шоу бағдарламасында тұсаукесер Әйгерім Мамырованың орындауында кештім сені әні тыңдап бағасын беріңіздер. Қандай ән айтайық? Түсіріп аламыз ба? Тұсаукесер деп Әйгерім түсіріп алайық. Жұлдыз FM радиосында деп, иә? Қазір мұнан алып қояйын деп. Авторын айтсаңыз болады Әйгерім. Дауысы анда қызылдың асты ғой. Жұлдыз FM радиосында Нұртуған Жаңабай және Сымбат Сұлтан қызымыздың әні кештім сені деп аталады. Алғаныңыздар тұсаукесер арнайы Жұлдыз FM Ой, бәрекел. Все, әнді алып қаламыз. Андай, Әйгерім дегенде сағынғанда еске түседі. Дей салды майдан, дей салды май бізде онсы да жүреді. Сағынғанда мұңда ән ғой. не бар ма деп. Көстірі ән бар ма? Билететін ән бар ма репертуарымызда? Соңғы папау шыққан сияқты ғой, одан кейін көңілден шыққан сияқты ғой. Сол папаның өзіне қанша жыл болды? Шыққанда жағынан шеш. Әйгерім Ақтаудың қызы ма дейді. Ақтауда әйтеуір тойда көп жүреді ғой. Достары да мықты әншілер, бақытты бол, әдемі қыз Ақтаудан Маржан дейді. Ақтаудағы біраз тойхананың адресін білетін шығар Әйгерім, солай ма дейді. Ақтау шынымен қазақи халық қой, орта көп шақырып мен сол жақта. Енді
тойға көп шақырады қайтемін енді. Енді бармасаң тағы болмайды десеңші, шақырып тұрғаннан кейін. Шақырған жерден қалма Иә. деген, шақырылмаған жерге барма деген. Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады дейді. Әйгерімге Қостанайдан Жарқынбек ағасынан жалынды сәлем айтсаңыздар дейді. Бейбіт тағы бір мақал-пақал тықпайсың ба? Сабыр түп сары алтын десе. Сабыр түбі сары алтын. Сабырлының бәрі алтын. Соны маған жатталдық қой. Сарға қатысты нәрсенің бәрін. Иә. Аян сейтіміктің әндерін айтшы дейді. Ән қандай ән айтамыз білмеймін. Кез келген әнді айта өтсеңіз болады. Бірінші кештім сені туралы сұрап алайық. Келетін таң атпай шаруасынан қалып. Былай дейді, сіздерге дейді қонаққа келетін таң атпай шаруасынан қалып, неге қонаққа условия жоқ, шай пай шамал деген дейді. Алмас Панабек. Түсіндіріп өтсең? Как бы айналайын ораза, Рамазан айы. Атақта конфетіміз тұр ана жақта. Атақта тұр. Осындай бір- Свежий конфет. Сесетін прям ше. Ну, как постатисің? Онша емес тартам бірақ. Бола берсін. Мен бір рет абай оқуларына бардым да. Ой, эфир басталып кеттік. Ай, шақырған жерден қалма, шақырмаған жерден хабар алып кет дейді. Жасұлан Базарбаев мырза жолдаған екен бұл хатты. Жәкең отырмын екен папасы Әйгерім Амырованың. Сонымен, Әйгерім, жаңа ғана кештім сені әнінің тұсауын кестік. Бұл әннің авторы кім? Рахмет үлкен. Бұл әннің авторы Қазалы елінің қазағы Нұртуған Жаңабай деген бауырым, өзімнің інім. Сөзін жазған Сымбат Сұлтан деген ақынымыз. Өзіңіз Жеке танымаймын, бірақ Нұртуған арқылы білесіз. алдым әнді. Қалайсыздар, Жұлдыз FM радиосы керемет, бүгін Әйгерім келген екен ғой, өте қатты қуанып отырмын дейді Перизат. Әйгерімнің әндерін өте сүйіп тыңдаймын, өзім еріп айтамын дейді. Өте жақсы айтады, дауысы бар ғой, бір керемет қой дейді. Гүлжанат жолдаған екен. Оралдың таксистеріне сәлем айтасыздар ма? Даманның атынан дейді. Енді басқа не дейін деген әнін айтсыншы, өте керемет ән дейді. Арайлы Масан жазып отыр. Бір енді жанды дауысты ән айтайық енді, жаңа ойланып алдық. Жанды дауыста түрікше ән ойыма келіп отыр. Негізі басқа тілде жаңа сұрадыңыздар ғой. Домбыра тұр бірақ тартуға жүрексініп отырмын. Кішкене. Жүрексінбей сарты көріңіз. Жоқ, қатты тартатын адамдар болса бетім тіліп қысайды. Тұрнап кетуі мүмкін ғой келіп. Иә, ендеше Нұрғаз бәрін өшірсеңіз, біз жанды дауысты ән айтайын деп отырмыз. Ал кеттік. Бұл әнді мен неге салған болатым өзім постыма. Кавер ретінде. Yüzün geçmişten kalan aşkı tarif yazdıran bir Alaturka huzur yüzün kıyıma varan anne karne huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sizdiren şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın kindili kaç yüzyıldır sarılmamış kolların Şindere kirpekleri ve gözlerin yağmurlu yarılmışsın. Hakkını almış yılların. Her feda bir belalı başımsın. Her feda beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma yokum dünyaya yakın. Her feda hep aklımda kalacaksın деген ән. Ой, керемет. Басқа сөз керемет екен. Өте мағыналы. Иә, өте мағыналы екен. Ойымда мәңгі қаласың деді ғой. Сіз түсінсеңіз болды. Түсініп отырмын. Көздерімде мұң деді ғой. Жақсы деді ғой. Көздерімде мұң жылап отырмын деді ғой. Ақылымда қаласың менің есімде деді ғой. Әйтеуір өзіңіз түрк тілін білетін айтып қою керек қой. Жақсы айтты негіз. Иә. Түрікше ме конuşuyorsunuz? Ана недегі Анласананы айтатын қыз бар ғой. Сол қыздан көргем. Бірінші. Сол қыз орындайтын. Әйгерім шықты да жанды дауысты айтып тастады ғой дейді. Әйгерім дауысы бақта сайраған бұлбұлдың дауысы ғой дейді Руфат. Құдай ай, қаз бұлбұлдар ренжіп қалып жүрмесін? Әріптесіміз. Әйгерімнің сағындым сені деген әні бар ғой, керемет ұнайды өзіме дейді. Әдемі қыз, бағың жансын, жаным, сіңілім. Енді бір күшті бір жігіт жолықсыншы саған дейді. Перизат жазып отыр бұл хатты. Иә, Ақбидай келін қалай барлық жақсы ма дейді.
Жақсы шүкір барлығы, иә. Ай, Аман есен. ай, бұл қыз да Түркиядан үй алып, Түркияға кеткісі келіп жүрмеген дейді. Мен ба? Жоқ. Мен ба деймін. Енді бір мүмкіндік болса үй алып алуға болады ғой мысалы. Мүмкіндік болса әрине. Әрине. Бірақ негізі өзіңіз қай қалада тұрғыңыз келеді? Қазақстаннан бөлек, мысалы. Түркия ғой. Түркия. Ең жақын сол өзім негізі жаңағы мүмкіндік болса барынша Түркияға көшкен жақсы ғой. Мен екі кісінің дауысын сразу бөліп алам дейді. Осы Әйгерім дейді, және Наркенже дауыстар ерекше от қой дейді. Манас Қанатбаев жолдаған екен бұл хатты. Егер әнші болмағанда дизайнер болатын едім деген екенсіз. Жалпы қолға алу ойда бар ма? Дизайнер болып, бір киім пішіп, тігу, сауда немесе, иә. Бар, ойда бар. Әннен бөлек, мысалы, өнерден бөлек бір бизнес бар ма? Ақша түсетін, өзімнің мысалы. интернет-магазинім бар, былай. Киім. Жоқ. Жаңағы әзірге ұсақ тек жаңағы бижутерия болады ғой. Сондай бар. Өзіңіз инстаграмыңызға оны саласыз ба? Салдым, иә, ұсаққа дейін. Байқамадым деп. Бай Мамирова деген, иә, өзімнің осы жерде осы сәт пайдаланып Жарнама! Кеттік. Жарнама! Бай Мамирова деген өзімнің жеке жаңағы интернет-магазинім бар. Бірақ Қыз бет алысы балаларға. жақсы. Бет алысы жақсы жүріп жатыр. Жақсы, шүкір, Аллаға шүкір. Бәрекелді. Әйгерімнің аспанға қараймын өлеңі керемет ше дейді тырыс келді. Қаратайып жазып отыр бұл хатты. Деген прикол мынау. Әйгерімнің тағдыр кінәлі деген өлеңі қатты ұнайды. Болып жатса қойып берсеңіздер дейді. Ау жаным, өзі де дауысы да әп-әдемі сіңілім аман жүрші дейді. Қашпаңдаршы шетелге, қашпаңдаршы дейді. Руфат жолдаған екен. Қашпайды, ойламаңыз. Енді мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалы, бағанадан бері сізге жақсы тілек жолдап отырған бір жандарым деп отырсыз. Жалпы өзіңіз сөйтіп андай бір нетеді ғой, бір ие қыздар бірдеңе деп бір ат қойып алады ғой. Сіздікі сол жандарым ба әлде қалай? Нұрсұлтан жүрекшелер ма бірдеңе? Жүрекшілер ма бір нәрсе әйтеуір Нұрсұлтан Нұрбердиев деген әнші танисыз ба? Жүрекшелерім менің деп. Нымаға дегенде қылдыңыз ғой. Менің бриллианттарым дейді. Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ па сізде? Жандарым ба? Тыңдармандарым, жандарым, әйтеуір. Неткен қарапайымсыз. Біздер сол өзіміз қарапайым. Иә, ендеше өзің барда деген әнді тыңдайық. Сосын жалғастырайық, кеттік. Ай, күшті айтады екен мына қыз бар ғой дейді. Әдемі қыз екенсіз, Әйгерім дейді. Ақтөбеден сәлем айтып жіберсеңіздер, Ақтөбеден күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Рахмет, аумин. Ақтөбеге сәлем баршаңызға, барша менің жерлестерім, отандастарым деп қойшы, тыңдармандарым. Қазір не тағы ән орындайық, иә, жанды дауыста? Последний выхода. Ақбибі звондап жатқан еді жаңа бір кісі қарап қоясын алдын шамалы. Әйгерім ханым сәлеметсіз бе дейді. Ау, қандай ән айтамыз? Ой, қандай ән қоямыз? Соңғы ән қой көріп болып жүр. Екі ән, иә? Соңғы екі ән. Иә. Аха, соңғы екі ән. Жаңа тағдыр кінәлі мен нені қояйық? Тағдыр кінәлі соңғы шыққан. Тағдыр кінәлі деген ән дейді. Жаңа өзің барда кетеді ғой, содан кейін тағдыр кінәлі кете берсін. Бақыттымыз деген ән ба? Жоқ, тағдыр барда деген ән жоқ қой бізде. Тағдыр кінәлі деген жоқ па? Жоқ. Келе салсаңыз ше, мен барып келейін күшті. Я қазір жібере салсаңыз. Жібере салайын. Жан, менікі мүлдем оқымайтын болдыңыз дейді. Алтын қыз сізден ешқандай хат келмеді. Толық аты жөні қандай дейді. Әйгерім Мамырова. Сен кімсің вообще дегендей қылды ғой. Қарағандыдан сәлем дейді. Әйгерімнің руы қалай екен дейді. Және Кіші жүз әлім шекті. Қыз жібектің сестренкісімін. Және қолыңа спиннер дей ма, анау бір ойыншық бар ғой, соны ұстатып қойшы дейді. Неге? Қолым жорлай бере ма?
жаным ау мені Нұрғазы, сосын соңына тағы бір ән қоя салсың ғой, жылатқаның ба ма мүмкін, иә? Тух шіркін ай, бәуде дейді. Сағынғанда әнін өте сүйіп тыңдаймын, соны айтып берсеңіздер, Алла разы болсын дейді. Алдын рахмет. Әйгерімнің қолына алдында тұрған шынұрды аяп кеттім да, сондықтан айтып отырмын дейді. Мен әдетім Осы өлең ғой шіркін, тыңдай бергің келеді ғой, керемет дейді. Иә, бұл ән бәрімізге қатты ұнайды. Өнерің өрлей берсін, дауысың керемет дейді. Керемет дауыс, интернет дүкені қалай аталады екен, тағы айтып жібересіздер ма дейді. Бай Мамирова. Бай Мамирова. Ана жақта музыканы кішкене қатты қойып сосын барып мен күшті видео түсіріп алсам қалай қарайсыздар? Примерно аузын жап дедің ғой, иә. Дауысын шығара саласыз ба? Тегі. Видео хотела Сен күйеуіңді аяймын ғой мен. Өзің барда деп неғысы кетті ғой. Шырағысы кеп отыр ғой. Бүйтіп бастайды қазір. Қыз ән айтасыз ғой. Қоя салыңыз, өзім біле салам сосын. Қатты жақсы көріп тыңдаймын дейді. Мына дауыспен дәстүрлі айту керек қой саған дейді. Жақсырыс келді қазір, хатыңызды оқимын. Ойда бар негіз дәстүрлі. Чермейма біресе жазым деп. Өзің барда биіктен де биікпін, өзің жоқта тұңғиықпын. Қазір Мұрат оқимын. Кездеспей деген ән ба? Кездеспейдің аты тағдырымдары ғой. Тағдыр кінәлі. Таңғы шоу. Негізі деймін да, дауысы Қайрат Нұртасқа келем айтыр, басқаша ғой дауысы дейді, Рыскелді Қаратаев жазып отыр бұл хатта. Мейрамбек Беспаев ағамыздың енді женский версиясы ғой, мына қыз шіркін дейді, Мұрат деп жазып отыр бұл хатта. Мейрамбек Беспаевтың женский түрі дейтін я көмілі ма. Эх, Айгерім, бір ән орындайық. Орындайық, берді халық әнін орындап беремін, балапан қаз деген. Ал кеттік. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер ай, желіге асау қолын байлаған жер ай. Көзіме от жалын боп көрінеді ау, тебісіп қолын тайдай ойнаған жер ай. Ей, ақау сабас, ұшырдым ұясынан балапан қазай. Ей, ақау сабас, ұшырдым ұясынан балапан қазай. Тамаша. Ән айтуды тоқтатпа дейді. Даусың жақсы, көп фейк әншілерге қарағанда дейді. Еңбек етіп жүре бер, өсе бер дейді. Ойбай, фейк әнші деген шыққан ба қазір, Ақбибі? Әншілік қазір оригиналы бар, фейк түрі бар ғой. Ойбай. Әйгерім, қазір не туралы ойлап отырсың? Қазір ма? Үйге қайтып ұйықтауды ойлап отырмын.
Қазір шыққаннан кейін шаруаларымды ойлап отырмын. Көмек жасау үшін байлықтың қажеті жоқ. Тек жүрегіңде мейірімділік болса болған деген екенсіз. Менің бүкіл постымды оқып шыққан сияқтысыз. Әрине. Иә, соңғы рет сізге кім көмектесті және сіз кімге қол ұшын создыңыз? Қай жағынан, өнеріме ма? Кез келген өнеріңіз болсын, Енді өнерімде жеке басыңызға байланысты. осы уақытқа дейін енді жанында жақсы адамдар көп жолықты, шыны керек. Жаңағыдай қол көмек болсын, жаңағыдай қаржылай енді әке-шешем ғой көбіне көмектесетін. Өзімнің осы уақытқа дейінгі тірегім, продюсерлерім деп айтсам да болады негізі. Спонсорларым, әке-шешемнен ғана қаржылай көмекті сол кісілерден алатынмын. Былай басқа жақтан енді спонсор қыз балаға өздеріңіз білесіздер қиындау. Сол себептен көбіне қол көмек, жаңағыдай бір нәрсені ұйымдастырып беру, бір нәрсені жаңағыдай. Мысалға Жаслан ағамыз деген сияқты Базарбаев Жаслан ағамыз көбіне жаңағы бейнебаянды түсіруге атсалысты деген сияқты. Көптеген программаға шығуға, жекпе-жекке шығуыма көп үлесін қосқан, сол Мейрамбек ағамен танысуыма көптеген үлесін қосты сол кісі. Айтпақшы, Папа деген әннің авторы Әбжаппар Әлқожа екен, Әбжаппар Әлқожа. Өзі сыйлады ма сізге ол әнді, әлде өзіңіз алдыңыз ба? Жоқ, өзі сыйлады. Әбжаппар Әлқожамен біздер білесіз, бірге дос болдық, бір концертте гастрольде жүрдік біраз. Студенттік кезден фотоларды көріп қалдым, кеше арық Нұрболатты, Әбжаппарды, шаштары бұлай. Ең бірінші рет біздер гастрольдік сапарға Әбжаппар, мен, Нұрболат үшеуміз 2015-те шықпыз. 2015-те ең алғашқы гастрольге сол кісілермен шықтым. Ол кісілерге де Алла разы болсын, енді осы жаққа келіп сіңісуіме, Алматы қаласына білмейтін жер, танысып маған бір туысым жоқ бұл жақта. Бір соң мен арқаланып келдім осында. Өнердің арқасында әйтеуір. Сол кісілер үйретті, көп нәрсені түсіндірді. Қай жерде қалай сөйлеу керек, қай жерде кіммен не айту керек, қалай жалпыңды өзіңнің ұстауыңды нең бәрін үйреткен, орта табуыма көмектескен сол кісілер болды. Алла разы болсын, ол кісілерге енді. Әйгерім, енді алғысымды айтып жүрмін. бізге берген уақыт аяқталды. Келгеніңізге, уақытыңызды бөліп, тамаша сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз, шығармашылық табыс тілейміз. Енді алдағы уақытта мамыр айында бейнебаяным жарыққа шығады дедіңіз, сол уақытта тағы да бір рет шақырып. Тұсаукесерін міндетті түрде жасайтын боламыз, Құдай қаласа. Ендеше мамырда күтеміз сізді. Әйгерім Мамырованы мамырда күтеміз. Әйгерім, ендеше достар, бізбен 1 сағат көлемінде тікелей эфирде болған қонағымыз Әйгерім Мамырованы қазір шығарып салайық. Сосын алда әлі 1 сағат уақытымыз бар, тақырыпқа байланысты әңгіме өрбітетін боламыз. Әрі қарай бүгін енді халықаралық би күні, биге байланысты тақырып алдық. Сондықтан алыстамаңыздар, Жұлдыз FM қосылы болсын. Әйгерімнің Instagram Әйгерім Мамырова ғой. Қарындасым, саған үлкен өтініш. Кез келген әнді Ұшқын Жамалбек немесе Нұржан Қалжанмен дуэт жазсаң жақсы болар еді дейді. Нұржан Қалжан ағамызбен даусымыз Сәйкес келмей ма? маған менің даусым шешке болғандықтан маған қоңыр дауыстар. Ал достар, эфирді өшірейік.